Ермахан кірдіңіз. Енді мен қазір сізге запрос жіберемін. Қосылдыңыз қазір. Енді мен жіберген нүктені бассаңыз, қабылдасаңыз, прямой эфирға қосыласыз. Қайырлы күн аға, қалыңыз қалай? Енді қосылдық. Мен көрініп тұрмын ғой, иә? Иә, көрініп тұрсыңдар, көрініп. Енді сіз де көріне бастадыңыз. Телефонды былай алысырақ ұстасаңыз, біз де сіздің түріңізді көре алатын боламыз. Қазір жарты бетіңізді көріп отырмын. Қалыңыз қалай аға? Давай, другое место иду. Жақсы. Ыңғайлы орын тауып алсаңыз, иә. Содан кейін. Иә, ана бәр жерде балалар сабақ оқып отыр. Мына жақта да сабақ оқып отыр. Құрметті Түркістан жастары, мен сіздерге бүгін тағы да бір естеріңізге сала кетейін. Драйв бағдарламасында бүгін Сидней Олимпиадасының чемпионы, боксшы, барлығыңыз өте жақсы танисыздар. Ермахан ағамыз, Ермахан Ибраимов. Барлығымызға мен ойлаймын, артық таныстырудың керегі жоқ шығар деп. Себебі аға, өзіңізді бәріміз танимыз және өзіңіздің жетістіктеріңізбен, өзіңіздің барлық жағынан да мен ойлаймын, біздің жастарымыз сізді таниды және жақсы көреді деп есептеймін. Сондықтан бірден сұхбатымызды бастай берсек, иә? Мен даусым дұрыс естіліп тұр ғой. Жалынды сөздеріңізбен, жігерлі әңгімелеріңізбен біздің жастарға да жігер берсеңіз деген ниетпен өзіңізді эфирға шақырған болатынбыз. Карантинді қалай өткізіп жатсыз аға? Спортшылар енді үнемі бір жаттықтыруда, өзін формада ұстау үшін үнемі қозғалыста жүреді ғой. Бұл карантин сізге қалай әсер етті? Негізі карантин бізге айтады ғой, әсер етті, дүниеге қызымыз келді. Ол карантин. Бау беріп болсын, естіп жатырмын. Жақында 1 ноябрьде 40-нан шығарайық деп жатырмыз. Соңғы тағы да қуанышты жағдай, бізге айтады ғой, рұқсат берді. Жарыс өткізуге, сбор өткізуге. Құдай қаласа Шымкент қаласында 22-сі, 29-шы қараша айларында Қазақстан чемпионаты өткіземіз. Сондықтан карантин бізге өте жақсы. Біздер карантин кезінде спортпен шұғылдандық, өз-өзімізді контроль жасадық, және отбасымызбенен жақындай түстік, және де туған-туысқандарға барып тұрдық. Bir сөзмен айтқан кезде карантинді жақсы өткіздік. Енді өздеріңіз білесіздер, карантин оңай болған жоқ. Жақсылық үшкен бір ағамыз дүниеден өтіп кетті, өкінішке орай. Соңғы менің туған бажам бар, бөлелерім бар, біраз адамдар өмірден өтіп кетті, соның бәрі өкінішті. Егер сіздердің араларыңызда сондай азаматтар болса, өмірден өткен қайғырып барлықтарыңызға көңіл айтамын. Өзіңізге де аға. Ең бірінші қызыңыздың бауы берік болсын деп тілек айтқымыз келеді. Естіп жатырмыз, барлық бақ жазып жатыр ол туралы. Үлкен қыз болсын, сіздің жалпы аға осы жерден сұрақ туындайды. Қыздардың спортқа баруына қалай қарайсыз өзіңіз? Қыздардың боксқа барып қатысуына, боксқа қыздар енді мына қараңыз, Қазақстанның намысын қорғар, Қазақстанның батыр қыздары жоқ емес, бізде баршылық. Мәншүк Мәмбет, Алия Молдағұлова, мінекей Қазақстанның атын шығарған талай, Бибігүл Төлегенова сияқты, Роза Рымбаева сияқты Қазақстанның атын шығарып, дүниежүзіге паш еткен қыздарымыз баршылық. Неменеге айтады ғой, осы спорт саласынан, бокс саласынан Қазақстанның намысын қорғап, көк туымызды желбіретеске. Қыздар да бокспен шұғылданады. Олар да айтады ғой, Қазақстанның намысын қорғап, біздің намысымызды қорғасын. Bir сөзмен айтқан кезде, мен бокспен айналысуына қыздардың қарсы емеспін, бокспен шұғылданыңыздар, айналысыңыздар. Мен өзім осы Қазақстанда спорт, соның ішінде бокс түрін насихаттаған адам ретінде мен барлықтарыңызды айтады ғой, спортқа шақырамын. Қыздар да, ұлдар да, мектеп оқушылары, студенттердің бәрі 100% спортпен айналысу керек. Олардың дені сау болу керек. Bir сөзбен айтқан кезде спортпен шұғылданып, дендері сау болса, олар мықты Қазақстан болады. Қазақстанның болашағы мықты адамдардың қолында болады. Сондықтан біздер
сол үшін қуанамыз. Сондықтан бәрі иә, қазіргі пандемия кезінде де спортпен айналысу енді денсаулыққа пайдалы деп жатамыз ғой. Бұл соңғы жағдайлар оны тағы да бір дәлелдей түскендей, иммунитеттің әсер етеді. Аға, енді әңгімемізді біз сіздің балалық шағыңыздан бастағымыз келеді. Жалпы балалық кезде сіз қандай бала болдыңыз? Сол кезден бастап спортқа қызықтыңыз ба? Сол балалық шақ туралы әңгімелеп берсеңіз алдымен. Негізі мен кішкентай бала кезімнен айтады ғой, спортқа басқа балалардан қарағанда икемім өте жақсы болды. Мысалға, футбол ойнау керек болса, мен жақсы футбол ойнаймын. Жүгіру керек болса, жүгіріп елдің алдына шығып кетемін. Немесе секіру керек болса, тағы да басқа спорт туралы іс-әрекет жасайтын болса, мен басқалардан қарағанда озық тұрамын. Спортқа деген өте жақсы. Менде айтады ғой, алғашқы физкультура пәнінің пәні қалай қосылды, ең жақсы көретін менің пәнім ол физкультура пәні болды. Сол физкультура пәнін мен аптасында асыға күтетім. Қашан бізде физкультура пәні болады екен деп. Мен физкультура пәні тек қана 5 деген бағамен айтады ғой, шықтым. Ең жақсы көретін пәнім менің физкультура, екінші география еді. Соңғы қазақ тілі, әдебиеті, сол сияқты. Сондықтан да мен өте мектепте жүрген кезде спортқа бекем болдым. Және боксқа менің ең алғашқы келуімнің бір себептерінің бірі ол мына Жақсылық Үшкемпіров ағамызбенен Серік Қонақбаев ағамыз. 1980 жылы Москва олимпиадасында олар өнер көрсетіп, Қазақстанның атағын дүние жүзіне паш етті. Бір ағамыз алтыннан медаль алса, екінші ағамыз күмістен медаль алып, қазақтың атын шығарды. Соған біздер де телевизорда көріп отырдық та соны. Ол кезде мен 9-10 жасар бала едім. Мінекей мен айтады ғой, солардың екпініменен мен де спортқа барсам екен, мен де сол кісілер сияқты чемпион болсам екен, арман оты көкірегімде лаулап жанып, мені спорт залға алып барды. Мінекей менің үлкен спорттағы жолым осылай басталды. Аға, онда сіздің балалық кездегі екі жақсы көрген сабағыңыздың нәтижесін көрген сияқтысыз, иә? Дене шынықтыруда мықты болсаңыз, чемпион болдыңыз, географияда мықты болсаңыз, енді әлемнің спорт арқылы талай жерін шарладыңыз ғой, талай мемлекеттерді көрдіңіз. Сол туралы айта кетсеңіз, әлемнің неше елінде болдыңыз? Жалпы спорт мемлекет тануға да, саяхаттауға да мол мүмкіндік береді ғой? Дұрыс. Негізі маған айтады ғой, менің жолым болды негізі. Мен спортта өзім шұғылдан қалды да. Иә, байланыс нашарлап сияқты. Тыңдап отырмыз аға өзіңіз. Енді жаңағы сұрағыңыз қандай еді? Әлемнің неше мемлекетінде болдыңыз спорттық шаралармен? Спорттың арқасында, спорт сондай жақсы нәрсе, дүние жүзін көресіз. Сол Австралия дейді. Соңғы мына жағы Рио-де-Жанейро, Аргентина, Буэнос-Айрес, енді Америка дейді, Чикаго, Нью-Йорк, сондай қалалардың бәрін аралап шықтым мен. Европаның Парижден бастап, Рим, Берлин дейді, Мадрид дейді, қандай Лондон, Белфаст, қандай қалалар бар, бәрін аралап шықтым. Сондықтан да спорттың бір жақсылығы осы, Соңғы менен сұрайды, қай жерде болдыңыз, қай жерде болмадыңыз дейді. Мен айтамын, сіз одан да менен қай жерде болмағаным туралы сұраңыз деймін да, сонда мен айтамын деп. Мысалы енді мен Африкада болған жоқпын, Африканың оңтүстік Африкаға барсам деймін. Соңғы Японияға барған жоқпын, Японияға барсам деймін. Биыл баруымыз керек еді, бірақ мына індет болды да бара алмай қалдық. Бірақ келесі 2021 жылы Құда қаласа сол Японияға барсам деп ойлап тұрмын.
Аға жаңа айтып жатсыз ғой сөзіңізде біз 10 жасар кезде Жақсылық Шүкемпіровтер жеңімпаз болып бізді спортқа деген қызығушылықты оятты деп. Біздің Түркістан жастарының парақшасында басым бөлігі жастар. Сіз чемпион болған кезде олар 10 жаста, 15 жаста болған балғын балалар. Соларға өзіңіз қандай кеңес айтар едіңіз? Әсіресе осы спортқа шұғылданып, спортқа қызығып жүрген жастарға. Негізі спортпенен шұғылданған жақсы, кәсіби шұғылданған да жақсы, бірақ дегенмен де мен айтарым қазір негізі Қазақстанның болашағы білімді жастардың қолында. Сондықтан көбірек білім алу керек. Әр саланың өзінің айтады сол маманы болып, сол саланы жеке дара бір керемет меңгерсе, шыққанда мықты маман болып шығады. Енді әр саланы айтыңыз. Мысалға мәдениет саласын, я болмаса білім беру, денсаулық сақтау, әр саланың түбіне дейін жетіп, соның майын ішіп, жілік майын ішіп, аяғына дейін барып, ғылыми жұмыстарды жазып, сол ғылыми жұмыстарды қорғап, сөйтіп үлкен бір дәрежеге жететін болса, мен ойлаймын, ол нағыз азамат. Енді Олимпиада чемпионы болу әрине жақсы, бірақ әкім болсын, министр болсын, тағы да басқа үлкен лауазымды азаматтар болсын, ең біріншіден қарапайым адами қалпыңда қалуың керексің. Егер ондай қалпыңда қала алмасаң, сенің жеткен жетістіктерінің бәрі бір тиын отырмайтын болады. Сондықтан да мен жастарға айтарым, білімге құлшыныс болсын, білімге деген айтады ғой, талпыныстарың молынан болсын. Білімдер көп нәрсе, білімді мыңды жығады, білекті бірді жығады деп. Сондықтан менің айтқан сөзімнен өздеріңіз итог шығара беріңіздер. Аға, біздің жобамыз аты драйв, яғни жастарды жігерлендіру үшін ашылған жоба. Бүгін өзіңіз алғашқы тұсауын кесіп отырсыз. Сізді спортшыдан бөлек енді Қазақстанға еңбек сіңірген бапкер ретінде білеміз. Қазір бапкер ретінде қазіргі қазақ спортының бокстың мән жайын, шарықтауын, дамуы жөнінде айта кетсеңіз. Негізі Дауыс естіліп тұр ма? Ермахан ағам, дауыс естіліп тұрған жоқ. Дауысым естіліп тұр ғой? Иә, енді естіліп тұр аға. Сондықтан да негізі спортқа болсын, қай салаға болсын, қазір мемлекет тарапынан үлкен көңіл бөлініп отыр. Мысалы спорт саласында. Енді биылдың өзінде Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің жолдауында айтты, енді 25%-ға айтады ғой, Қазақстан Республикасындағы көп чиновниктерді қысқартыңыздар деді, және мұна айтады ғой, әлеуметтік салаға көңіл бөліңіздер деді. Сондықтан да мен ойлап отырмын, осы әлеуметтік сала деген ол сіздер мен біздер осы жерге спортшыларға көңіл жақсы бөлініп жатыр, боксшыларымызға көңіл. Бірақ енді пандемия кішкене көп жерлерді неғылды ғой, енді қысып, жағдай кішкене мәз емес екені ол да мәлім, бәрімізге мәлім. Ол тек қана айтады ғой, барлық салада емес, бізге де айтады ғой, пандемия өте бір әсерін тигізді. Конечно, бұрынғыдай жерде барып жарыстарға қатысылмай қалдық, соңғы жаңағы қаржылай мәселелер де болып кетті біздерде. Сондықтан да ешқандай неғылып өкініп, ойпырмай осылай бола береді екен ау деп ойламаңыздар, бір қиындықтың артында бір жақсылық келетіні ол Аллаға мәлім. Сондықтан да шыдау керек, осындай қиындықтан өту керек. Осы қиындықтан өткеннен кейін адам баласы өзіне бір айтады ғой, вывод жасау керек өзіне. Осындай қиындық болып қалуы да мүмкін екен. Алдымызда жақсы сәттер де бар. Сондықтан әр қиындықтан айтады ғой, адами қалпыңда, өзіңнің бұрын жақсы жағдайда жүргендей қалпыңда шығуың керексің. Сондықтан да қиындықта еш мойынбау керек, бәріне шыдау керек. Шыдасаңыз түбінде жақсылық болады. Соны мен білемін, айтып.
Рахмет аға, Ермахан аға, бізге жастарымыз да сұрақ қойып жатыр екен, солардың сұрағын айта кетейін. Өмірлік ұстанымыңыз қандай дейді? Өзіңіз. Өмірлік ұстанымыз сол, адамда бір нәрсені істеген кезде әр адамның бойында, ол даже менің бойымда да бар, ол жалқаулық, еріншектік, сүңген бәрін ертеңге қалдыра салу, тағы да басқа бір сәттер бар, жалқаулық сәттер, еріншектік сәттер. Мен сонда бір жастарға айтамын, егер адам болам десеңіз, біріншіден сіз өзіңіздің бойыңыздағы жаман, сондай еріншектік, жалқаулық қасиетті жеңулеріңіз керек. Победить самого себя дейді. Өз-өзіңізді жеңуіңіз керек. Сонда ғана бар, сен біреуді жеңесің, басқа жеңесің, сонда бар, басқа үлкен жетістіктерге қол жеткізесің. Сондықтан да мен ойладым, әр адамның үлкен жетістікке жету үшін ішіндегі менменшілдігі, жалқаулығы, еріншектігі сол кедергі жасайды бірінші кезекте. Соны жеңсең барып сен үлкен жетістікке жетесің. Мен жастарға соны айтамын. Жетістікке жету үшін өз-өздеріңді ішіңіздегі еріншектікті, жалқаулықты жеңсеңіздер, сонда ғана барып жеңесіңдер. Жалқау болмаңдар, оқыңдар, үйреніңдер, жұмыс істеңдер. Сендер жас кезінде, кейбіреулер айтады, мен қазір 25-30-ға барғанда жұмыс істей бастадым. Ничего подобного. 10 жасымнан бастап, 9 жасымнан бастап еңбекке, білімге деген осы жерді бастау керек. Сонда сендер 30-ға барғанда мықты азамат болып отырасыңдар. Я болмаса 30-ға барғанда мықты азамат болып отырасыңдар. Сонда да мен мысалға өзімнің жастық шағымда, жаңағы айтып 17-18 жас балалардың бәрі дискотекаға барып, қыздармен қыдырып жүрген кезде мен спортзалға барып жүрдім. Сөйтіп та кейін 25 жасқа келген кезде айтады ғой, мен бір үлкен бір жетістіктерге қол жеткіздім. Ал менің жастылар ше, олар сол қыдырған күйінде қыдырып жүрді, бірақ үлкен жетістікке жете алмады ешқайсысы. Сондықтан да мен оларға айттым, кезінде әке шешең айтты ғой саған, оқы, я болмаса жұмыс істе жақсылап деп. Айтты ма? Айтты. Сен тыңдадың ба? Тыңдамадың. Енді кімге өкінесің? Сондықтан да айтады ғой, жастарды кішкентайынан еңбекке үйретіп, соларды білімге құштарлығын арттыру керек. Ермахан аға, жаңа өзіңіз айтып жатсыз ғой, жалқаулық барлығының бойында болады деп. Жастарға кеңес ретінде айта кетіңізші, өзіңіздің жалқаулығыңызды қалай жеңдіңіз? Енді айтады ғой, жалқаулықты жеңу үшін, енді спортшыға байланысты, мен мысалы спортшыға байланысты, міне, жалқаулықты жеңу үшін бір сәт болады осындай, бір кішкене ғана бір 5 минут, 10 секунд, 15 секунд кішкене ғана бір моменттер болады да, сол кезде адам өз-өзімен сөйлесу керек. Серік болсын, сол кезде өз-өзімен сөйлескен серік, сен былай отырмауың керек, сен тұруың керек, шында жүгіруің керек, немесе тұруың керек, барып еңбектенуің керексің. Сондай бір сәт болады. Сол сәтте адам өз-өзімен сөйлесе алса, өз-өзін, айтады ғой, өз-өзін ықшаландырып алса, алға қарай ұмтылдырса, сонда ғана ол жеңе алады. Мен солай жеңдім. Ердім отырамын дейді. Ерімде тұр деп өз-өзімен сөйлесем. Айтады ғой, внутренний голос дейді, ішкі даусың сені жетеді. Өз-өзімен сөйлесу керек. Болмаса айнаға қарата, айнамен өз-өзімен сөйлес. Ермахан, тұр, бар, жақта. Міне, сонда мен ойлаймын, жалқаулықты жеңуге болады. Адам өзімен өзі бетпе-бет келу керек дейсіз ғой. Осы орайда бізге жазылып жатқан сұрақтарға да тоқтала кетейік. Аға, футбол, волейбол, баскетбол, тағы бірнеше спорт түрлеріндегі тіл мәселесі туралы көзқарасыңыз қалай дейді. Ұлттық ерекшелігіміз, ұлттық рухымыз, тіліміз осы спорт түрлерінен көрініс таппайтын секілді деп сұрақ қойған екен. Осы туралы өзіңіздің ой пікіріңізді айта кетсеңіз. Тіл мәселесі, әрине, тіл мәселесі бізде Қазақстанда өте күрделі сұрақ, өте күрделі сұрақ. Әрине, орыс тілділерді біздер әбден сынаймыз, оларға айтамыз ғой, неге қазақ тілін жақсы меңгермегенсің, керекті жерде қазақ сөйлеуің керексің, мемлекеттік
қызметте жасайтын адамдардың бәрі мемлекет тілде сөйлеу керек, олар тілді үйрену керек, сондай мәселелер көп. Ол менің басымда да болып жатыр, бірақ мен өз басым қазақ тілінде сөйлеймін, және қай жерге бармасын мысалы қазақ тілінде. Және Қазақстанның бокс федерациясы соңғы жаңағы Қазақстанның чемпионаты қай жерде өтпесін, бәрі тек қана бір тілде өтеді, қазақ тілінде өтеді. Соны мен де жаңағы бір дұрыс жолға қоя алдым. Сондықтан мен айтам қалғандарына, жаңағы орыс тренерлерге де айтам, мен біздің тренерлеріміз бар ғой, бізде орысша, соларға айтам: вот, Николай Васильевич, вы сколько лет живете в Казахстане? Вы научились какой-то казахский красивое слово айналайын, вот научитесь этому деп соларға сынаймын да. Енді олар да үйренеді, жиренеді. Түсінген көп жиналыстарда мысалы тек қана бір тілде жүреді, қазақ тілінде. Сол кезде олар сыртта тұрады да, не қылады ғой, түсінбей қалғаннан кейін жаңағы балалардан сұрап жатады ғой, не айтылды деп. Сол кезде айтамын мен: міне көрдіңіз ба, қазақ тілінде үйренуіңіз керек деп. Сонымен бокс саласында бәрі қазақша сөйлеп, қазақша сөйлеуге тырысып жатыр. Ал қалған спорттың түрлері, мысалы легкая атлетика, басқа да спорттың түрлерінде әрине орыстар басым, және ол жерде қазақ тілін даже керемет керек те қылмайды. Мысалы мен мысалға өткенде легкая атлетикадан неге бардым, бір жарыстарына, ол кезде бәрі орысша жүріп отыр. Мысалы сонымен айтамын: мынау қазақ чемпионаты ғой, неғып орысша жүріп жатыр десем, енді бізде айтады 85-90% айтады орыстар дейді, заниматься ететін дейді. Енді ол Өскеменде, северный регионда ғой бәрі. Ал даже қазақтар да бар, бірақ ол қазақтың өзі қазақша түсінбейді. Орысша айтсаң қазақша түсінбейді. Сондықтан да осындай нелеріміз бар, сәттеріміз бар. Бірақ мына Түркістан жастары болсын, басқа да жастар болсын, енді Түркістан жастары арқылы мен басқа жастарға шығамын. Түркістан жастарында ешқандай жоқ, олар қазақша сөйлейді, сөз жоқ. Ал қалған жерлері орысшалап сөйлеп кетеді. Сонда менің айтарым да әр адамға сен өзіңнен баста бірінші тәрбиені. Басқалар ана орысша сөйлейді екен, ана орысша сөйлейді екен деме, сен өзіңнен баста, сен қазақша сөйле. Сонда бәлкім дүние өз әр адам өз басын тәрбиені. Жақсы аға, білеміз ғой, жаңа өзіңіз де айтып жатсыз, бокстағыларға бір кінәраттауға болмайды, тіл білмейсің деп. Бокста, одан кейін мына күресте, және содан кейін қазір енді ауыр атлетикада қазақ тілділер көбейіп жатыр ғой, өзіңіз айтқандай. Ал жаңа сіз айтып жатсыз, 85% әлі өзге ұлт өкілдері деп, мына жеңіл атлетика сияқты бірнеше спорт түрлері бар. Қандай да бір себеп бар деп ойлайсыз ба? Мысалы, жаңағы фигурное катание деп жатамыз, мәнерлеп сырғанауда біздің қазақ тілділер аздау. Осының қандай себебі болуы мүмкін? Негізі енді бұның ең басты себебі, мысалға, сол спорттың түрлерінен чемпиондардың шықпауы ең басты себебі. Мысалға, Ер Қонақбаев фигурный катаниядан олимпийский чемпион болсын, я болмаса Жақсылық Шөмбіров ағамыз чемпион болып кетсінші, елдің, қазақтың балаларының бәрі сол кумирді қуып, сонағы барады. Ана бокс, күрестің, спорттың түрлерінің бәрі ол жерде көбіне қазақтар айналысады, шынымен келгенде қазақтар. Арамызда енді Геннадий Головкин сияқты орыстар бар, бірақ оларды мысалы бәрі қазақша жақсы біледі. Енді ал енді басқа спорттың түрлері, мысалы ол жерде көбіне тренерлердің өзі орыстар. Содан кейінгі поколение, жаңа поколение келіп жатыр, ол жерде де жаңа орыстар басым. Я болмаса орыс тілді қазақтар басым. Содан орекелер, бір баласы, екі баласы дүниеге келгеннен кейін, ол балаларын міндетті түрде спортқа береді. Ал енді бізде Қазақстанның ауылдан келген адамдарда ондай мүмкіндік бола бермейді. Көбінде күреске бару жатады. Болса бар, ауылда бір-екі бокс, я болмаса күрес соған ғана береді. Ал мына қаладағы қазақтардың көбісі, олар да жаңа апарса, өзінің баласын апарса, айтады: Ермахандай болсын, я болмаса Болат сияқты болсын,
немесе жаңағы Бекзат Сатырханов сияқты болсын деп боксқа апарады. Сондықтан да осы ең бас. Енді оны боксқа апарма, легкая атлетика апар деп айта алмайсың ғой. Сол сияқты да. Сондықтан қара көздер көп. Жаңа сіз айтқан сөздің жаны бар деп ойлаймын. Біз ол спорт түрлерінен чемпион шығаруымыз керек деп, бәлкім ол күнде алыс емес шығар, қазақтардың сол жеңіл атлетикадан немесе әлі дамымай жатқан спорт түрлерінен чемпион болатын күндері алда деп ойлаймыз. Аға, мына жерде бізге оқырмандардың сұрағы бар екен. Енді сізді бәріміз әуесқой боксшы ретінде жақсы білеміз ғой, чемпион. Кәсіпқой боксқа өтем деген ойыңыз болмады ма деп жазыпты. Негізі Головкиндер, Данияр Елеусіновтер сияқты. Бұл сұрақ көп қояды. Негізі мен Олимпиада чемпионы болғанда менің артымнан жаңағы айтылды ғой, мықты Ағада байланыс тағы нашарлап кеткен сияқты. Сіздерге оқырмандар дауыс естіліп тұр ма, Ермахан ағамыздың? Белгі беріп жазып жіберсеңіздер. Ермахан аға, сізмен естіп тұрсаңыз, сізбен байланыс нашарлап жатқан сияқты, даусыңызды естімей қалдық. Енді көп менеджерлер маған айтады ғой, контрактпен өзі келіп тұрды. Айтты, осындай бізбен контракт жасасаңыз $100,000, $200,000 сіздің жаңағы ставкаңыз басталады. Және сіз олимпийский чемпионсыз, сіз 1 жылда, 2 жылда кәсіпқой бокстан әлем чемпионы боласыз деген ұсыныстар айтты. Мен барғым да келді. Менің барғым да келді. Мен барайын деп бел болып жүрген кезде айтады ғой, қазақтың жүрегінде әке шешем бар еді, жасы жеткен кәрі еді. Олардың жаңа айтады ғой, олардың да саған айтатын ақылы бар, кеңесі бар. Сүңген оларды да біз тыңдаймыз, үлкендердің айтқанын тыңдаймыз. Сондықтан мен шешем де олар бір ауыздан айтты. Ермахан, осы Олимпиада чемпионы болып үлкен жетістікке жеттің. Осы жеткен жетістіктер болды, қой деді. Бокс енді ол оңай спорттың түрі емес, сондықтан айтты. Осы жерден қой, біз әбден қатты переживать етеміз. Сондықтан егер біздің аман есен жүр десең, сен мысалы Америкаға кетіп қалсаң, біз мына жерде жүрсек, біз сағынамыз сені, соң қайда деп әбден қобалжимыз, переживать етеміз. Сондықтан сен үлкен боксты қой. Одан да осы жастарды тәрбиеле деп маған осындай кеңес айтты. Соңғы мен шынында енді әке шешемнің сөзін жерге тастап, шетелге кетіп қалуға маған жол бермеді сол. Ол кісілердің айтты. Сондықтан мен көбіне әкемнің ақылын, шешемнің ақылын тыңдап, кәсіби боксқа бармай қалғанның бірде-бір себебі, ең басты себебі осы. Ата-анаңыздың ғана емес, біздің еліміздің де әуесқой боксын дамытуға, одан кейін Олимпиададағы әлемдік біздің имиджімізді қалыптастыруға да өз еңбегіңізді сіңіру үшін қалған шығарсыз деп ойлаймын бір жағынан. Ол үшін барлық қазақстандықтар риза шығар деген ойдамын. Аға, 18 жасар балаға қандай кеңес берер едіңіз деген сұрақ қойыпты. Аға буын ретінде. 18 жасар балаға? Иә. 18 жасар бала, әрине 18 жасар бала, егер қолына айтады ғой, бір жолда 18 жастағы бала, ол 18-ге келген бала өмірде қай жолмен жүретін білу керек. Уже білу керек еді. Енді әзірге білмей осындай түрлі жолдар шығып, қай жолмен жүремін деген мақсатты тұрса, әлде болса кеш емес. Негізі 11, 12, 13 жасқа келгенде адам өзінің жолын таңдай беру. Ал 18 жас, егер мысалға үлкен бокспенен, үлкен спортпен шұғылдану, кештеу. Ал бірақ басқа салада кеш емес. Мысалға медицина саласын таңдаса, я болмаса білім, образование дейді ғой, білім беру саласына
я болмаса басқа техникалық жолменен таңдаса да әлі кеш емес. Сондықтан да 18 жасар балаға бірінші айтарым білім, ол білімді бол, ол оқу керек, жақсы оқу керек, жалқау болса сол жалқаулығын жеңу керек. Сондықтан 18 жасар ер балада айтуға өзінің өмірінде алдында керемет жолдар тұр. Сол қандай жолға түссе де әлде болса кеш емес, бірақ тездету керек, көп нәрсені білу керек, көп еңбектену керек. Мысалға бұрын 5 сағат, 3 сағат, 4 сағат оқыса, қазір 2 сағат, 3 сағат артық оқу керек. Сондықтан мен соған айтар едім, әлде болса кеш емес, 18 жасар балаға өміріңнің мәнді де сәнді болсын десең, күшті, мықты болсын десең, жақсылап тұр, білім ал. Білім ал да алға қарай ұмтыл. Мәдениетті бол. Әке шешеңді тыңда. Бір сөзбен айтқан кезде сенің алдыңда түрлі жолда тұр. Сол жолдың қайсысына барам десең де өзің білесің. Сондықтан ойлан да 2-3 сағат артық оқы. Көп рахмет кеңесіңізге. Біздің де уақытымыз біршама таяп қалған екен. Мен бүгін жастардың есіне сала кетейін. Бүгін біз драйв бағдарламасының аясында қазақстандық әуесқой боксшы, 2000 жылғы Олимпиада чемпионы Сиднейдегі және Олимпиада ойындарының, одан кейін әлем чемпионаттарының жүлдегері, Қазақстанның еңбек сіңірген спорт шебері, Қазақстанның еңбек сіңірген бапкері Ермахан ағамызбен жарты сағаттан аса уақыт әңгіме өрбіттік сіздерге. Ермахан аға, сізбен сөйлескен кезде әңгімеңіз, өзіңіздің аураңызбен жастарды жігерлендіресіз, үнемі қолдап, қолпаштап жүретініңізді білеміз. Осы үшін сізге көп рахмет айтамыз. Өзіңіздің де денсаулығыңыз мықты болсын. Барлық жақсылықты тілейміз өзіңізге. Бүгін эфирға кіріп, Түркістан жастарына осындай әдемі сұхбат өрбіткеніңізге көп рахмет. Сау болыңыздар, эфирді осымен. Аха, жақсы, рахмет аға.